Түркістан облысындағы әрбір аудан қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты түрде зерделенеді. Қызметіне сәйкес келмейтін басшылар мен мемлекеттік қызметшілерге шара көріледі. Тұрғындармен есептік кездесулерінде осылай деген Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды осы бағыттағы жұмыс сапарын Арыс қаласында жалғастырды. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен мәжілісте Арыс қаласының өзекті мәселелері талқыланды. Жұмыс сапарында Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Арыс қаласындағы бірқатар әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралап көрді. Нұра топтық су құбыры оңтүстік ауызсу филиалы Арыс топтастырылған су жүйесі өндірістік бөлімшесінің ескі су қоймасында болды. Шаһар тұрғындарын таза ауыз сумен қамту бойынша жаңа жобалармен танысты. 1904 жылы салынған ескі су айдау станциясы арқылы 17 мыңнан астам тұрғын сумен қамтамасыз етіледі. Заманауи су тазалау станциясы 31 мың халыққа таза ауыз су жеткізуге қауқарлы. Онан соң облыс басшысы Арыс қалалық әкімдігінің мәжіліс залында қала активімен кездесу өткізді. Әуелі Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова 2022 жылы атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. Барлық саладағы көрсеткіштер баяндалып, қаржыны талап ететін жобалар ортаға салынды. Қалада қоғамдық саяси ахуал бірқалыпты, өзімізге белгілі. Бірінші наразылық 2019 жылы жарылыстан қалған екі наразылық болатын тұғын, біреуі 78 азаматтардың сот шешімінде қаралу, ол мәселе бүгінгі таңда шешілді. Қазіргі екінші мәселе 42 кәсіпкерлердің қаржысын қайтару бойынша мәселе көтерілген болатын. Ол мәселе өзімізге белгілі кеше сот шешімі шықты, ол бойынша да ары жұмыс жасаймыз деп отырмыз. Одан бөлек халықпен кері қатынас жұмыстары жүріп жатыр. Бізде сайт, Facebook, Instagram'нан бөлек бізде арыз тұрғандары деп WhatsApp ашқанбыз. WhatsApp желілері арқылы халықтармен бірге сұрақтарына жауап, барлық мамандар кірісіп қойған заңдармен, солармен жұмыстар атқарылып жатыр. Қаланың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ, барлық көрсеткіштер оңды динамика көрсетуде. Тек тұрғын үйде іске қосу 13.975 шаршы метрді құрап, нақты көлем индекс 48% құрады. Жеке тұрғын үйлер бойынша 13.975 шаршы метр орындалып, өткен жылдың кезеңіне салыстырғанда 113.3% құрады. Орындалмаған себебі былтырғы жылы ешқандай бюджет қаржысынан үйдің құрылыстары болмағанға сәйкес орындалмай қалды. Ал Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев Арыс қаласы бойынша білім, мәдениет, спорт, ішкі саясат, дін салаларындағы өзекті мәселелерге тоқталып, шешу жолдарын ұсынды. Балабақшаларда жүргізілген мониторинг анықтаған бірқатар кемшіліктер бойынша қолға алынған шараларды баяндап берді. Көптеген балабақшаларда кемшіліктер анықталған. Сол бекітілген біздің ережеге сәйкес анықталған кемшіліктерді арнайы білім басқармасы тиісті сайтқа іліп көрсеткен. Көрсету кезінде 7 күндік мүмкіндік беріледі, сол мүмкіндік кезінде аталған кемшіліктерді жою керек. Алайда осы кемшіліктер жойылмаған 4 балабақшаны анықталып отыр тағы да. Ол балабақшаларды кеше біз комиссия қарады. Комиссияның шешіміне байланысты бұл балабақшаларды қайтадан қарау ұсынылып жатыр. Себебі ол жерде бала санының аздығы, қалыпты деңгейде болмауы, сондай-ақ тиісті талаптары бар, сестік талаптары, камера орнату тараптары, пандус орнату, сол талаптар орындалмаған. Соған байланысты бір ауыздан бар комиссиядан өткен жоқ, 4 балабақша кері қайтарды. Мәселеге қанығып, жиынды қорытындылаған Түркістан облысының әкімі Дархан Амангелдіұлы мемлекеттік бағдарламалардың толық орындалуы бойынша қала әкіміне тапсырмалар жүктеді. Білім саласындағы бірқатар кемшіліктерге баса назар аудару қажеттігін айтты. Сын түзелмей, мін түзелмейді деген аймақ басшысы бірге жұмыла жұмыс жасауға шақырды. Мектеп оқушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жаяу жүргіншілер жолы, бағдаршам және жарық бағаналар орнатылсын. Жалпы білім беру ұйымдарының сапасы өте төмен. Бұл бағытта жүйелі өзгерістерді қабылдау керек. Біздің облыста негізгі былай жалпы облыстың деңгейін қарайтын болсаңыздар, тек ауыл шаруашылықпен айналысамыз да, бағана өзіңіз айтқандай, кішкене білімді қабілеті барлардың бар қалаға немесе басқа жаққа көшіп кетеді. Сол себептен біз өзімізде қалып отқан азаматтарымызға мүмкіншілік беру керекпіз. Бірінші кезекте біз білім саласын, не үшін балабақша қайта отырып, біз білімді көтермей, біз облысты көтере алмаймыз.
Қазір мына облыс орталығында да біз бағана дарын мектеп соғып жатырмыз. Анау тағы да түрік мектептерін алып келіп жатырмыз. Басқа жеке меншіктер тартып жатырмыз. Осы сияқты бізде облыс аудандарда да бір қарап шығыңыздар, не істейміз. Өйткені білім саласын қарайтын болсақ, барлығы жағынан деңгей түсіп баратыр. Мектепке дейінгі ұйымдарда да түсіп баратыр. Көрдік қой, анау Сарыағашта гаражға жатқызып, сол жерге төсек орындарын жасап, балаларды осы жерде біз жатқызамыз, осы жерде ойнайды деп отырғандарында. Ол жерден шыққан бала не көреді? Сол себептен біз бірінші кезекте білімді тұрлау керекпіз. Екінші кезекте ауыл шаруашылығын терең өңдеу, өнімділігін арттыру, одан кейін бағана инвестиция тартып. Сондықтан мынау аудан қала әкімдері мына жерде әдейі аппаратты, сіздің қызметкерлеріңізді, орынбасарларыңызды жинап отырған бекер емес. Жиналатын уақыт келді. Бізден қандай көмек керек, бір-бірімізді сынға алатын емес бұл. Бірақ кемшіліктерімізді көрсетіп, бетімізге айтып, соны дұрыстап отыру керекпіз. Облыстың деңгейінде де өте көп кемшіліктер, басқармада да, бізде де бір кемшіліктер өткізіп қоятын. Бірақ дегенмен соны сіздерге айтып, біз де сіздерге айтып, соны бірлесіп, осындай қандай да проблема болса, соларды шешіп отыру керекпіз, жүйелі түрде. Жаңа форматтағы кездесулер алдағы уақытта барлық аудан қалаларда жалғасады. Облыс әкімінің басшылығымен мәселелер ашық айтылып, шешу жолдары қаралады. Балауса Оспан, Бақдәулет Шахапов, АРТ ТВ жаңалықтары.